Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен шоколадты бисквитті шариктердің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 200 грамм печенье, 1 банан, 90 грамм шоколад. Біз ең алдымен блендердің көмегімен печеньемізді ұсақтап уатып аламыз. Печеньені блендердің көмегімен езіп алдық. Енді бананды вилкамен езіп аламыз. Бізде осындай теста шықты. Енді оны дөңгелектеп шығамыз. Осылай құтты етіп алсаңыздар болады. Дөңгелектейміз. Келесі кезекте біз суға шоколадымызды ертіп аламыз. Ары қарай шоколадымыз ергеннен кейін суық болғасын, суда тұра беру керек. Шариктерімізді шоколадқа бұлғап шығамыз. Шариктеріміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.